Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі қашықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. 7-ші сынып қазақ әдебиеті. Сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Шаханов, Нарынқұм зауалы балладасы, Махамбеттің соңғы сөзі. Сабақтың мақсаты көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту. Шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын мына бейне жазбаға назар аударайық. Жүргені ередім, Исатайдың баранда екі тарлан бүредім. Қай қазақтан кемедім, бір қазақпен теңедім. Көздеріндей қандардың қарны жуан бердің. Атанбай даусым ақыртып, лауазымын көкіш шақыртып, басын кессем демедім. Елдің бойы ен тоғой, ел толтырсам демедім. Жағалай жатқан сол елге мал толтырсам демедім. Еңсесі биік ақ орынға еріксіз кірсем демедім. Керегесін қиратып отыр етсем демедім. Тұғырлығын тілгілеп тоқым етсем демедім. Тақта отырған қандардың төрде отырған қанымын қатыр етсем демедім. Ойдай-ау, 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 ойдай-ау. Жүргенде еңдеп жүрген еледім. Исатайдың баранда екі тарлан бөледім. Егескен дұшпанға қызыр сулы жебедім. Жақсыларға ебедім, жамандарға көбедім. Қан баласау ақсүйек елден табан аңсқан. Ата дұшпан сенейдің, ата жауын менедім. Елді дұшпан ел болмас, етектен есіп жен болмас. Қан баласау ақсүйек байеке сұлтан сен болсаң, сен қоспақтың баласы. Оңаша енді жорыстан қаянан алған шабақтай қиямыр соғып бас етсем, қылғанын кетті демейсің. Ойдай-ау, 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 ойдай-ау. Балалар, бейне жазбадан Махамбет Өтемісұлының мен едім атты термесін тыңдадық. Демек, Мұхтар Шахановтың Нарынқұм зауалы балладасы алаш ақыны Махамбет Өтемісұлына арналған екен. Мұхтар Шаханов 1947 жылы 2 шілдеде Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданының Шілік ауылында дүниеге келген. 1969 жылы Шымкент педагогикалық институтын бітірген. Алғашқы өлеңі Сырдария 1959 жылы жарияланды. Тұңғыш өлеңдер жинағы Бақыт 1966 жылы жарық көрді. Мұхтар Шахановтың балладалар, Ай туып келеді, Қырандар төбеге қонбайды, Сенім патшалығы атты кітаптары бар. Өлеңдерінде философиялық ой басым. Мұхтар Шаханов Қазақстан Ленин комсомол сыйлығының лауреаты, Қазақстан жазушылар одағы басқармасының хатшысы, Республикалық Жалын журналының бас редакторы, тағы басқа қызметтер атқарды. Алаш ақыны Махамбет Өтемісұлы туралы жазған Мұхтар Шахановтың Нарынқұм зауалы атты балладасы. Бұл Махамбеттің күрескерлік айбынын, ұлттық болмысын, ақындық тереңдігін, азаматтық парасатын танытатын ілгері шығарма саналады. Балладаның бірінші бөлімі Махамбеттің соңғы сөзі деп аталады. Өлеңнің сюжет желісі
Махамбеттің өмірінің соңғы күндері туралы өрбиді. Өлеңдегі трагедиялық образ Махамбет. Ол өзінің түсін айту арқылы ақындық пен батырлықты дәріптеп, өзінің ел болашағына деген зор сенімін білдіреді. Автор өлеңді Махамбеттің өз аузынан сөйлеу арқылы оқырмандардың зор ықыласын айтқан. Енді балалар осы бейне жазбаны тыңдап көрейік. Мен түсімде зорлық көрдім, қорлық көрдім ғаламат. Бір таныс қол соғып өтті, әлдегімді паналап. Зұлымдықтың жасырынып келетіні жаманақ. Иығымнан ұшқан басым, көкірегімнен домалап. Бара жатты, ата мекен, ақ жайықты жағалап. Жүрегімнен аққан қанға боялыпты бар алап. Бұл түсім тегін емес, мына сойқан заманда. Тіршілікпен қоштасар сәт жетті-ау деймін маған да. Қоштасар сәт жетті-ау деймін, туған елім, еңселім. Бостандыққа шақырып ем, сенің заңғар ақылың ем, едім әрі өлшемің. Жан ашырың жақының ем, және қайсар ақының ем, мен сенің. Жұлдыздай боп жанаралдан, ақындықтай елден ерек басқа заң. Батырлығы жоқ адамнан, үлкен ақын шыққан емес ешқашан. Туған елім, арман мұңым, енді сені жетелейді жолғалай. Менің бассыз қалғандығым, сенің бассыз қалғандығың болмағай. Шындықтың ащы даңқы, шындық үшін жалғыз түстім егеске. Ақындықтың басты шарты, басталса да шындықты айту емес пе? Өлімге сан жақын бардым, қорғансыз боп көрінсем де жай көзге. Шындықты айтқан ақындардың бірақ жолы болып еді, қай кезде. Көрде де енді, сен жайлы ойға батам. Бұл іңкәрлік созылады қаншаға. Кім қаншама шексіз сүйсе отанын, оның тартар азабы да соншама. Мен сенем, күн ертең нұрлы үмітпен оянар деп ұл өлкем. Күліп жайсаң күн ғажайып, ел наласы тарқар деп. Ақымақтар күрт азайып, сұмдар қорқақ тартар деп. Мен сенем, күн ертең пенделіктен тазарар деп ұл өлкем. Қашанғы баққа зорлық мінгізбек, сенем, ертең оттыға отсыз күлмес деп. Тек тұлпарлар ғана алатын бас бәйгі, есектердің мойнында жүрмес деп. Мен сенем, күн ертең ақыл ойды пір тұтар деп ұл өлкем. Мына дәурен бұрқан тарқан, ертең қайта өзгерер. Ақындарын сұлтандардан артық сыйлар кезгелер. Қадір тұтам қиялдауды, ертең талғам өзгерер. Шындап құлай сүй алмауды,
қылмыс санар кез келер. Туған елім, құдіретімсің аңсаған, алдан жарқын күн шыққанша, кескініңді көрмейінше шаршаған. Пасық ойлар тұншыққанша, дулығаны қақ жарып гүл шыққанша, жер астынан қарап жатам мен саған. Я, балалар, бұл Махамбеттің соңғы сөзі. Енді, балалар, осы аудио жазбадан тыңдағанымыздай түсінгеніміз бойынша мына сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ: Мұхтар Шахановтың арын құм зауалы атты балладасының басты кейіпкері кім? Екінші сұрақ: балладаның бірінші бөлімінде қандай оқиға баяндалады? Үшінші сұрақ: Махамбет Өтемісұлы туралы не білеміз? Енді, балалар, екінші тапсырманы орындаймыз. Махамбеттің туған елі мен жерін жақсы көретіні қандай сөздерінен көрінеді? Оқулықтағы өлең жолдарынан осы сөздерді тауып, дәптерлерімізге жазамыз. Үйге тапсырма: балладаның өзімізге ұнаған шумақтарын жаттаймыз. Баллада кейіпкерлеріне мінездеме жазамыз. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.